Дәстүрлі емес діни ағымдар қоғамдағы аса қауіпті құбылыс. Олар біздің ұлттық құндылықтарымызды жоюға, дәстүрлі дінді сынауға, эмиссарлары арқылы саяси манипуляцияға қол жеткізу, сананы улау. Әсіресе өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасып үлгермеген жастар арасында деструктивті идеологияны насихаттау, кей жағдайда күштеп тарату арқылы өзінің жақтастарын көбейтуді мақсат тұтады. Жалпы радикализм дегеніміз, радикализм дегеніміз ол тамырынан кету, тамырынан үзілу деген мағына береді. Радикализм мағынасы солардың тарихтары олар үшін маңыздырақ болады. Әрине бұл жалпы еліміз үшін өте қауіпті жағдай. Қашан дін мәдениеттен, қоғамнан бөлінетін болса, ол дін радикализмге алып келеді дейді. Көп қиындық көрдім. Өз тұртайға 40 күнге кеткен кезде квартирада қаламыз. Тастап кететін бізді. Аш қаламыз ба, квартира төленіп отыр ма, қарамайтын. Бәрін тастаймыз, бәрін ұмытамыз. Адамдарды Аллаға шақыру үшін. Адамдарға жасырын түрде үгіт насихат жүргізеді. Жасырын түрде бір худжра дейді, бөлмені жалдап, сол жерде өзара машура жасайды, дағуат жасайды. Ол жерде мысалы 3 бала жиналды ма, 3 бала. Соның ішінен біреуін сайлайды. Үшеуміз отырамыз да біреуін таңдаймыз. Сен боласың әмір деп. Сол сияқты біреуін сайлайсың, бір басшы сияқты. Сол кісінің айтқанын бағынамыз. Жат десе жатамыз, отыр десе отырамыз, тұр десе тұрамыз. Енді әйтеуір сондай дінде сондай тәртіп бар специально. Сол дінде шариғатта пайғамбарымыз әмір болған. Бұл әмір жоққа шайтан әмір болады дейді. Соны арамызда біреу сайлаймыз. Сол кеңесіп отырамыз. Алла субхана дүние ақыретін бақытын дінге қойған. Дінмен өмір сүрсеңіз бақытты боласыз. Дінмен өмір сүрсеңіз әке шешеңіз сыйлайтын боласыз. Дінмен өмір сүрсең ертең балаларың дінмен өмір сүреді. Балаларың сені сыйлайтын болады. Келінің діндар болады. Бетіңнен алып төсіңе шаппайды. Соны айтасыз, осыны айтасыз. Жақсы боласың деп айтамыз. Бізде дін деген мешітте ғана бар ғой. Үйімізде дін жоқ. Ол кісілерден сұрасақ, қай мазхабты ұстанасыз десе, олар айтады, Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз дейді, Матурidi ақидасын ұстанамыз дейді. Пайғамбар заманында болмаған, пайғамбардан кейін сахаба заманында, табиғин заманында, атбау табиғин заманында болмаған, яғни бидағат, жаңашыл деген нәрселер енгізген. Бірінші хиджаб кигіз болмаған бұл кісі маған. Бірінші хиджаб кидім, одан намазға жығылдым, одан жаңағындай 3 күндіктерге алып шығып жүрді, жаңа каждый воскресенье сайын әйелдер жиналады, мастурат жамағат деген болады. Сондайға барып дөңгелен отыр, кітап оқиды, пайғамбарымыздың кітабын оқып, сондайға барып жүрді. Мен бұл полностью паранжа кигізіп алып келді. Сұмдық суық болды, сырость болды. Барын жедік, жаңағыдай полда жаттық апарған киімімізбен. Ол жаққа кетіп бара жатқанда мен қатты ауырып жүрдім. Даже сөйлеуге шамам келмей, сонда да бұл мені сүйрелеп алып кетті сол жаққа жаңағындай. Немді жасап беріп, загранпаспортын жасап, жалынатын қайтайықшы бұл балаларым сағынды, мен ауырып жүр, мен өліп кетсем, мен мына жақта қалып қойсам, мен әке шешемде де балаларымды көремей, жоқшы да өлсең шахид болып өлесің дейтін маған. Мен күйеуім болған, ол кезде күйеуге жаңағы дінмен айтқанда итағат ету керек, күйеуінің айтқанынан шықпау керек деген миымызға кіргізіп тастаған ғой. Ол сондай біз қарсы келуге болмайды, бетіне қарамаймыз, көзіне қарамаймыз. Келгенде мысалға жұмыстан келгенде ойбайды олар өздері аяқ киімді шешіп беруіміз керек, жатады, қол басын аяғын бәрін өзіміз жуып береміз. Сол итағат деп соны айтады. Сен жәннатқа сол кезде кіресің деп. Адамдарды Аллаға шақыру негізі парыз ғой енді. Жаңағы мұсылманның 40 парызы бар ғой. Соның ішінде бар ғой амр мағруф нахи мұнкар. Жақсылықтан шақырып, жамандықтан тыйыңдар деген. Біз сол деп жүрдік қой. Адамдарды шақырып жақсылыққа.
жамандықтан қайтарып жүрміз деп жүрдік. Сен жаннатқа кіргің келсе бұл қиыншылықтың бәріне көнуің керексің, мен 10 ел сынды қасымда жүруің керексің деп. Бұл мен өлімшек ұрып бір анимациядан да шығарған кез бұл оңана мен айттым сен бәрін соңына көндім дедім, бірақ тоқалдан тоқал алған мен шыдай алмаймын дедім. Бұл уже мазағың маған істеген. Бұл мынандай жағдайға да жетті. Қолымыздағы соткаға шейін тартып алып телевизор көруге болмайды, тек қана кітап, намаз оқу, 2 баланы соған үйрет деп. Мен 1 жыл солай отырдым. Телевизорда көрген жоқпын, кітапты соткада ұстадым. Даже далаға балконның бәрін есігін бәрі қақты тастады, балконға да шықпады. Осы 4 бөлме енді керегенің ішінде отырасың деп. 1 жылдан кейін білмеймін, әйтеуір аты мен енем қарсы келіп шығарып алды. Далаға шыққан кезде мен жабайы болып кете жаздадым. Сен естіп 1 жыл керегенің ішінде отырып, түрмеде отырғандай. Шығарған жоқ мен. Бір үйде нәмет қап, балаларым кішкентай ғой өзде, сабаққа да бармайды. Нан алып келген үшін неше тепкілге сен неге мен рұқсатынсыз далаға шықтың деп. Мен айттым, 2 балам аш отырып, нанды келіп беруге шықтым, мен ешкімге қараған жоқпын деп жалындым. Тыңдаған жоқ. Сен есі сол кезде атам келіп құтқарып қалды, асылып өлейін деп отқан жермен ұлым барып жүгіріп барған ғой, мамам асылып жатыр деп. Это менің ойым тек өлу ғана болды сол кезде. Өйткені сен есі мен шынды болдым. Мен көзім ештеңе көрмейді, өлуден басқа сол кезде ойлаған жоқпын. 2 балам да керек болмай қалды ол кезде. Шариғатымыздың шеңберінде әйел бала шағаны асырау әкенің міндетінде. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан рa'ятихи." Сендердің барлықтарың бақташысыңдар және де қияметте баққандарың үшін сұраласыңдар дейді. Мен әйел адаммын ғой. Енеме шығып, енем қасыңғы жасады, мен еткеннен кейін енем айтты, енем жақсы адам болды. Қасыңды жұлдырды ғой баға. Ештеңе көрмей келе жатсың ғой деп. Қасымды жұлып келгеннен кейін деп таяқ едім, сен осы қасыңды жұлдың ба деп жатқызып, өз тырнағымен бүткіл қасымды жұлып тастап тұрып соғып. Басым көп ұрады менің, өйткені басымдан көп ұратын ол менің, сен шындығылам деп. Нашақлыма шет кәлбейтсең де сезбейтші, қорқам мені, 2 балам өскенше Алла тірі жүрейші деп. Өжет қызымға мен әбден жастыққа жіберді шып, елім бетінде қарап сөйлеуге қорқатын болдым. Мен кесір бірдеме дейсің, селк ете қалам. Мен бір адам сияқты емес сияқты өмірде шыны керек. Құдай жүрегім соғып тұрғаннан кейін жүрген сияқты. Бұлар жаңағы жоғарыда айтқандай, ас-сидық шыншыл бола алмады, әл-амана аманатшыл, аманатқа қиянат жасады, жаңағы зерек бола алмады, күнәлі істерге бара берді. Енді қарайтын болсақ, бұлар жаңағы шыншыл бола алмады дегені Алла жолына кетеміз деп жаңағы отбасын, бала шағасын тастап алдап кетіп атқан жағдайлар болды. Ва иннал казиба яхди илал фужур, ва иннал фужура яхди илан нар, ва иннал ражула ла якзибу хатта юктаба индаллахи каззаба. Ал енді өтірік сөздер олар жаманшылыққа апарады. Жаманшылық тозаққа жетелейді. Адам баласы Алланың құзырында өтірікші адам деп жазылып тұрады дейді. Сырт көзге жай ғана дін таратушы, ешқандай зиянсыз көрінеді. Дәстүрлі емес діни ұйымдар мен рухани байлықты насихаттайтын дәстүрлі дін аражігін ажырата білейік. Қоғам, яғни қоғамның бөлшегі, сіздер, біздер, әрқайсымыз мемлекетіміздің тарапынан радикализмнің алдын алуға бағытталған іс-қимылын қолдап, жұмақ деп тамұққа апаратын дәстүрлі емес діни ағымдардан сақ